жатқан үйлерді жатқызамыз? Ағаш, жәндіктер, өсімдіктер, жан-жануар, адамдар, құстар жатады. Олар өсімдіктер табиғаттың маңызды бөлшегі болып саналады. Ал осы өсімдіктер бала біздің денсаулығымызға өте үлкен маңызды рөл атқарады екен. Соның бірі балалар, бүгінгі менің қолымдағы қандай көкөністің түрі? Пияз бала. Пияз балалар біздің денсаулығымызға өте пайдалы, дәрумендерге бай көкөністің түрі екеніне. Балалар, пияздың дәмі қандай? Милана? пияздың дәмі ащы болады. Пияздың сыртқы несі болады? қабығы, сосын тамыры болады және сабағы болады екен. Балалар, пиязды бүгінгі біздің зерттеу мақсатымыз осы пиязды отырғызу және осы пиязға қандай күтім жасау керек, ол қалай өсетінін барлығын білетін боламыз, иә? Балалар, пияз екі ортада тез өседі екен. Бірі балалар суда өседі, екіншісі алдарында тұрған топырақта өседі екен. Ал барлығымыз бірінші суға пиязымызды отырғызып көрейік. Тамыр жағымен отырғызамыз балалар, кәні. Балалар, суда отырғызылған пияз балалар өте жылдам, тез тамырлап, тез өседі екен, не балалар? Оның сабағы ұзын болып өседі екен балалар. Ал енді балалар, екінші біз топырақта отырғызып көрейік. Кәні барлығымыз топырағымызды алдымызға аламыз. Бірінші балалармен көрсетемін, сендер мұқият қараңдар. Балалар, менің алдымда, барлығымыздың алдымызда құнарлы топырақ бар, иә? Бірінші пиязды отырғызбас бұрын топырағымызды қопсытып аламыз. Қараңдар. Кәні орнымыздан тұрып бәріміз қараймыз. Пиязымыздың ортасын қопсытып ашып аламыз, иә? Содан кейін бар, не істейміз біз балалар? Пиязымызды отырғызамыз, иә? Міне қара, отырғызамыз пиязымызды. Топырағымыз өте құнарлы. Ал енді балалар, осы топырағымыз жақсы өсу үшін бізге не қажет балалар? Су қажет еткен, дұрыс айтасыңдар. Міне біз жайлап барлық жерге не құйып шығамыз балалар? Су құйып шығамыз. Көрдіңдер ме балалар? Ал енді өздерің отырғызып көріңдер. Бір пиязды алыңдар. Ал енді отырғызып көріңдер балалар. Бірінші не істейміз ортасын балалар? Қопсытып аламыз. Қопсытып алды, Айсұлу. Енді одан кейін не істейміз? Пиязымыздың барлығын жауып қоямыз. Топырақпен, қопсытқан топырағымызбен әдемілеп барлығын жабамыз. Одан кейін не істейміз балалар? Айсу? Су құямыз. Жарайсыңдар. Енді су құя қойып. Болды балалар, жарайсыңдар балалар. Балалар, сендерге пияз отырғызу ұнады ма? Балалар, осы отырғызған пиязымызды біз енді қайда қоямыз? Жарыққа, иә? Күн сәулесі түсіп тұрған жылу бар жерге қоямыз. Және оған біз күнделікті суын құйып тұрамыз. Сондықтан сол кезде бар, ол қалай өседі балалар? Өте үлкен болып өседі. Қараңдаршы балалар, міне отырғызылған пиязымыз қалай болып өсті? Жайқалып әдемі болып өсті. Балалар, бүгін осымен біздің зерттеу жұмысымыз аяқталды. Рахмет сендерге балалар.